Сонымен қатар осы кейде дәрігерлер тәулік бойы жұмыс істеуге мәжбүр боласыздар. Ал осы шаршаған кезіңізде сіз өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Үйге барып ұйықтағым келеді. Бірақ айта алмаймын оны. Ең бастысы ол адамға деген жауапкершілік, одан кейін Армысыздар қадірлі көрермен, сіздермен бірге таңғы шай жобасы. Дәрігердің қолы ем, жүрегі мейірім дейді халқымыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз өз кәсібін жүрек қалауымен таңдаған. Қаладағы жайлы өмірден гөрі ауыл тұрғындарының денсаулығына қызмет етуге арнаған жас маман Қапарбекова Жұлдыз Амангелдиевна. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Сұхбатымызды бастасақ, алдымен өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз, бала кезден осы дәрігер болуды қаладыңыз ба, сол туралы айта кетсеңіз. Менің есімім Қапарбекова Жұлдыз Амангелдіқызы, Жамбыл аудандық орталық ауруханасында әлеуметтік психология көмек көрсету және сауықтыру бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеймін. Және де мектеп медицинасында тоже заведующий болып жұмыс жасаймын. Медицинаға келу себебім, әрине, ол балалық арман. Ата әжем кішкентай кезімнен айтатын, осы қызым біздің дәрігер болады, бізді емдейді деп, сол бала кезімнен түйіп өскен нәрсемді орындадым. Жақсы. Дипломмен ауылға бағдарламасы сізге қандай мүмкіндіктер берді? Және бұл бағдарлама жастарға қандай мүмкіндіктер береді деп ойлайсыз? Бұл бағдарлама жас мамандарға үлкен көмегін береді, өйткені жас мамандар оқу бітіріп келе салып, үй алу керек, анау деген сияқты проблемалармен көп жүреді. Ал бұл бағдарламаға біз келгенде сразу үйлі болдық, және мемлекеттен де көп тегін көмек алдық. Сол үшін сразу өзіміздің жұмысымызға беріліп, үйді нені ойламай сразу жұмысымызға беріліп кеттік. Өте жақсы. Ал осы ауылға алғаш келген күніңіз есіңізде ме? Алғаш қабылдаған науқасыңыз, сол жерде есте қалған қызықты оқиғаларыңызды айта кетсеңіз. Әрине есімде. Бұл жаққа Асаға келгенде, негізі менің ата-апаларым өзі Аса ауылының тұрғындары болған кезінде. Асаға, бірақ мен сол кезде жұмыс бойынша бірінші рет келдім осы ауылға. Сол кезде көргенде елің кім, қызым деген сұрақ бірінші сұралды. Елімді айтып, сол бойынша сол пациентпен, сол кезден бастап сол кісімен әлі де қарым-қатынасым жақсы, араласамыз. Ең бірінші пациенттің сұрағы осы еді осы жаққа келгенде. Жақсы. Осы ауыл дәрігерінің жұмысы қала дәрігерінің жұмысынан несімен ерекшеленеді деп ойлайсыз? Ауыл дәрігері ол жан-жақты болу керек. Кейбір кезде ол тек қана бір мамандықты емес, бірнеше мамандықты игеріп кетеді. Ауылдық жағдайда, например, біз енді ауылға тұрған кейін біздің отбасылар көп дегенде көшіп қонбайды ғой, и біздің бір ерекшелігіміз, біз өз отбасымызды жақсы білеміз. Олардың тек қана әлеуметтік тұрғыда қандай жағдайда тұратынын, денсаулықтары қандай деген сияқты, қанша отбасыда адам мүшесі бар деген сияқты санын барлығын білеміз. Ал қалада ол сәл ерекшеленеді. Қалада көшіп қону деген несі көп та. Сол себептен біз өзіміздің тұрғындарымызды жақсы білеміз. Жақсы. Ал осы қазіргі таңда ауыл тұрғындарының арасында қандай аурулармен сіздерге жиі келеді? Және сол аурулардың алдын алу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Ол артериялық гипертония, жүрек қан тамырларының аурулары, қант диабеті және де маусымдық инфекциялар. Сол себептен біз барлықтарына алдын алу скрининг деген бар бізде бағдарлама, соларды уақытылы өтуіне сұраныс жасап отырамыз және түсіндіріп отырамыз. Жақсы. Ал осы тұрғындармен жақсы қарым-қатынаста болу үшін дәрігердің бойында қандай қасиет болуы керек деп ойлайсыз? Ең бастысы деген ол адамға деген жанашырлық, жауапкершілік және де кәсіби мамандығымызды үнемі жетілдіру деп ойлаймын. Жақсы. Естуімізше, сіз облыстағы ең үздік дәрігер, ауданда ең үздік жас маман атандыңыз. Бұл марапаттар сіз үшін нені білдіреді? Бұл марапаттарды алғанда, бұл тек қана менің арқам емес, бұл менің қасымдағы коллективім, басшыларым арқасы, барлығымыздың бірге жетістігіміз деп ойлаймын. Олар маған ары қарай жұмыс істеуге үлкен серпінділік берді.
Жақсы. Сонымен қатар осы кейде дәрігерлер тәулік бойы жұмыс істеуге мәжбүр боласыздар. Ал осы шаршаған кезіңізде сіз өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Жазылып кетуі, ол кісілердің айтқан жақсы тілектері көмек береді, және де отбасым қолдауы бар. Солардың және науқастардың жылы сөздері әсіресе бізді көптеген жігер береді, күшіміз. Өте жақсы. Сіз осы жас дәрігер ретінде медицина саласында қандай өзгерістер болғанын қалайсыз? Нені өзгертер едіңіз? Ең біріншісі ол ауылдық жерлерде заманауи медициналық құрал жабдықтардың барлық толық болған қалайтын. Және де осы келіп жатқан жас мамандарға беріп жатқан көмектерін артқанын қалар едім. Көп жас маманды шақырсақ, бізде де білікті мамандар көп болады. Жақсы. Бүгінде жастар арасында денсаулыққа немқұрайлы қарау өте жиі кездеседі. Салауатты өмір салтын ұстау үшін қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Денсаулық ол ең үлкен байлық деп айтады ғой. Сол себептен денсаулыққа өте қатты назар аударуға шақырамын. Спортпен айналысуға, дұрыс тамақтануды ұстағанға, және де барлық алдын алу шараларына қатысуға шақырар едім. Жақсы. Ал осы сіз үшін нағыз бақытты дәрігер деген кім? Науқастың сеніміне кіріп, оның жазылып кетіп, емделіп кеткенін көріп, ол пациенттен алғысты алғанын дәрігер үшін ең бақытты дәрігер деп ойлаймын. Өте жақсы. Алдағы арман мақсаттарыңыз қандай? Өзіңізді 5 жылдан кейін қалай елестетесіз? Кәсіби білімімді ары қарай дамытып, ауыл медицинасына деген жаңа технологияларды қосатын едім. Және де өзім 5 жылдан кейін осы ауылдың тұрғындарының сеніміне кірген, осы дәрігер деп мақтан тұтатын дәрігер болғым келер еді. Арман мақсаттарыңызға жете беріңіз. Енді бізде келесі айтар блиц сұрақтар бар. Мен сізге сұрақ қоям, сіз жылдам жауап берсеңіз. Жақсы. Келістік пе? Ендеше бірінші. Бір сөзбен ғана. Да? Бір сөзбен айтқанда дәрігер дегеніміз? Жауапкершілік. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз? Адалдық, шындық. Ең шабыттандыратын адамыңыз? Ата-анам, отбасым. Демалысыңызды қалай өткізесіз? Отбасымен бірге өткіземін. Соңғы оқыған кітабыңыз? Медициналық кітаптар. Жастарға кеңес? Өздеріне деген сенімділікті ешқашан жоғалтпау. Ауылға келгісі келіп жүрген жас мамандарға бір ауыз сөз? Ауылдан қашпаңыздар жастар, ауылға келсеңіздер, керісінше көптеген мүмкіндік бар. Біріншіден ол тәжірибе аласыздар, халықпен қалай дұрыс қарым-қатынас жасауды үйренесіздер. Бүгін келіп осылай өз ойыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Енді қорытындылау мақсатында бүгінгі сұхбатымызды жастарға, ауыл тұрғындарына, өзіңіздің сүйікті емделушілеріңізге бір ауыз қорытынды сөз айтсаңыз. Ауыл үлкен тәжірибе және кәсіби өсу мектебі. Өз жұмысына адал жұмыс жасасаң, ауыл саған үлкен мүмкіндіктер береді. Және де өз ісіңді сүйіп жұмыс атқару, содан міндетті түрде еңбегіңіздің жемісін көресіз. Көрермен, ауылда еңбек ету тек үлкен жауапкершілік қана емес, зор мәртебе екенін біз түсіндік. Өз ісіне адал қызмет етіп, ауыл тұрғындарына қалтқысыз қызмет етіп жүрген жас мамандар еліміздің денсаулық саласының болашақтары. Өз денсаулықтарыңызға бейжай қарамаңыздар, дәрігерлердің кеңесіне жүгініңіздер, құлақ асыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.